Кайырлы күн, құрметті көрермен, каналыма қош келдіңіздер. Нағыз осы мезетте қалың қарбыздың піскен кезі. Қарбыздың ішін жеп, сыртқы қабығын тастай саламыз. Сол қарбыздың қабығын тастамай, бүгін тосап жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Міне қарбыздың осындай сыртқы жасыл жерін пышақпен кесіп алып тастаймыз, жұқалап. Қалған жерін қалтырамыз. Менде бұл жерде 2 килограммнан артық қарбыз қабықтары. Қабықтың жасыл жерін кесіп алған соң тура 1 кило 700 грамм қабық шықты. Толық рецептің қанша кеткенін видеоның описания бөліміне жазып қалтыратын боламын. Сол жерден көріп жасасаңыздар болады. Міне осылай барлық қабық жасыл жерлерін алып тастап дайындап алғаннан кейін, енді бұны турайтын боламыз әдемілеп. Менде осындай гідір дүзді пышақ. Егер де сіздерде болмай жатса, кәдімгі өзіміздің пышағымызбен де кесе берсеңіздер болады. Қалыңдығы осындай жеткілікті, өйткені қарбыздың қабығы ұзақ пысады. Сондықтан өте қалың қылмай, осындай жұқарақ кесіп алыңыздар. Міне осылай барлық қабықтарды осылай әдемілеп кесіп алғаннан кейін, үстіне 2 чай қасықпенен сода саламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін, үстіне мұздай су құйып, толтырып 1 сағатқа бетін жауып қоя тұрамыз. Енді біз сироп дайындауымыз керек. Сиропқа қантымызды және су құйып, 1,5 ас қасық лимон қышқылын салып, жақсылап араластырып, отқа қоямыз. Сиропымызды отқа қойғаннан кейінде біраз араластырыңыздар. Өйткені қант пенен суымыз жақсылап араласу керек. Одан ары қарай қарбыз қабықтарын содадағы суынан төгіп, 3-4 қабат таза суға жақсылап жуып аламыз. Міне осылай шықырлатып тазалап жуып алғаннан кейін, қайнап тұрған сиропымыздың үстіне қарбыз қабықтарын салып қайнататын боламыз. Сиропқа қабықтарды жақсылап араластырып алғаннан кейін бетін қақпағын жауып 2 сағат, 3 сағаттай қайнататын боламыз. Міне осылай 2-3 сағат өткеннен кейін тосабымыздың түсі өзгеріп, қабықтарымыз жұмсақ мармелад құсап болады. Содан кейін осылай қабықтары жұмсарғаннан кейін оттан түсіріп, тосабымызды суытуға қоямыз. Тосап суығаннан кейін бірақ барып банкілерімізге құя береміз. Банкымыз міндетті түрде стерилизация етілген болу керек. Крышкамызды стерилизация ету керек. Стерилизацияда жасалған банкімізге осылай тосаптарымызды толтыра құйып, бетін жауып, салқын жерге сақтап қоя береміз. Құрметті көрермен, бүгінгі көрсеткен видео рецепт ұнаса, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, әрі лайктарыңызбен қолдап қойыңыздар. Әрине бір сауап іс жасағыңыз келсе, осы каналдың дамуына өз үлесіңізді қоса кетсеңіз. Ұнаса басқа да таныстарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.
Міне құрметті көрермен, осымен тосауымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздер де 1000 рет көргенше 1 рет жасап көргендеріңіз өздеріңізге абзал болады. Сондықтан сіздерге кеңес берем жасап көрулеріңізге. Сіздермен болған Айгүл Қалиқызы. Келесі жаңа видеомда кездескенше сау саламатта болыңыздар.